Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Достар, мен сіздерге бүгін қазақ әдебиетіндегі махаббат туралы бір 3 кітапты айтып бермекшімін. Оның ішіндегі ең біріншісі өзім студент жоқ, тіпті мен оқушы кезінде оқыған екенмін ғой. Оқушы кезінде оқыған Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» кітабы. Бұл кітап жалпы бір махаббаттың қалай бір ерекше толқынына түскісі келіп, соның бір әсерін сезінгісі келетін адам осы кітапты оқып шықсын деп кеңес берер едім. Мұнда Ербол мен Меңтайдың оқиғасы керемет баяндалады. Енді Әзілхан Нұршайықовтың шебер жазушы екені белгілі. Бұл кітапты бір әдемі махаббат оқиғасы. Тіпті кейін осы кітаптың әсерімен, ол жазушы жазған «Ақиқат пен аңыз» кітабының әсерімен мен Әзілхан Нұршайықпен кездесіп, автографын алған бірінші курста осы Алматыға келе сала бір сондай кездесуді мақсат тұтқан едім. Сондай бір тамаша шығарма, оқып көріңіздер. Ал екінші ұсынатын кітабым махаббат туралы, бұл Мұхтар Мағауиннің «Көк мұнар» деген кітабы. Бұны мен студенттік кезінде оқыдым. Тіпті кітап аяқталғаннан кейін көзіме жас алып, андай бір өкініш өзегімді өртеген бір керемет әсер алғанмын. Оның барлығын сіздерге қазір ішіндегі сюжеттерін айтып бермей-ақ қояйын. Егер бір махаббат туралы әдемі оқиға, тіпті соңы мұңдылау бір оқиға оқығыларыңыз келсе, онда осы Мұхтар Мағауиннің «Көк мұнарын» оқыңыздар дер едім. Ал одан кейінгі мен тағы да бір оқушы кезімде, бала кезімде оқыған кітап, бұл Бексұлтан Нұржекеевтің «Бір өкініш, бір үміт» деп аталатын кітабы. Бұл да бір тамаша махаббат оқиғасы, тіпті Бексұлтан Нұржекеевтің өз басынан кешірген оқиға деп айтуға да келеді. Өйткені бір Бүбіш деген қыздың тағдыры, оған жазушының ғашықтығы, махаббаты, мөлдір махаббаты, кейін басқа елге үйленуі, бір соның барлығы бір керемет баяндалады. Тіпті ана кітапты оқыған кезде сол кітаптың ішінде жүргендей кейіпкерлермен бірге тіршілік кешіп жатқандай әсерде боласыз. Сол себепті де махаббат туралы кітап оқығыларыңыз келсе, әсіресе студенттік кезде бір керемет әсерге бөленгілеріңіз келсе, осы 3 кітапты оқып шығыңыздар дер едім. Сіздер махаббат туралы қандай қызық кітаптар оқыдыңыздар? Осы видеоның астына жазыңыздар. Қазақ әдебиетінен болса тіпті керемет, оны да жазыңыздар. Сосын мына төмендегі инстаграмыма жазылып қойыңыздар, ол жақта да кітап туралы керемет ақпараттар айтамын. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Маған үлкен қолдау болатсыңдар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.